Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен жаңа бөлім бастаймыз. Компьютердің тілін табу өнер. Тақырыбы компьютер қалай пайда болды? Бүгін сабақта жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазасыздар, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерін орынды қолданасыздар. Және де мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғайсыздар. Сонымен, бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Есептеуіш құрылғы, дербес, мәлімет қоры, төлем ақы, тасымалдау. Алдарыңыздағы суретке назар аударыңыздар. Суреттерге қарап, ақпараттық технологияның қолданылатын орындары туралы айтыңыздар. Ақпараттық технология қазір ауадай қажет. Оны біз сабаққа дайындалу кезінде ноутбук қолданамыз. Жаңа тақырып өткенде интербелсенді тақта. Адамдар бір-бірімен ұялы телефон арқылы хабарласады. Үйірмелерге барғанда роботты конструкциялауға керек. Ғылыми зерттеу лабораторияларында да қолданылады. Және ғарышта ол мәліметтерді өңдеу, байланыс орнату, зерттеу жүргізу, соның бәріне де ақпарат құралдары қажет. Мына ықтимал жауапқа назар аударыңыздар. Ассоциограммаға қараңыздар. Компьютерге қатысты өзің білетін сөздерді жазып, диаграмманы толықтырыңыздар. Керемет, өздеріңізді тексеріңіздер. Бүгін сіздермен жалғауларды еске түсіреміз. Құрмалас сөйлемдердің құрамындағы жай сөйлемдерді байланыстыратын сөздер жалғаулық шлау деп аталады. Мы сегодня будем говорить о союзах. Как вы помните, союзы – это служебная часть речи, с помощью которой связываются между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения. Итак, ыңғайласты жалғаулықтар. Союзы бен, пен, мен употребляются для соединения двух однородных подлежащих. Вот посмотрите на примере. Сауле мен алма институтта оқиды. Союзы да, де, та, те употребляются для большого выделения каждого из перечисленных слов. То есть үстелде қалам да, қарындаш та, дәптер де жатыр. Союз және употребляется для соединения любых однородных членов предложения. То есть ставится между двумя последними членами перечисления. Например, қабырғаларда суреттер, айна, кітап сөресі және сағат ілулі тұр. Союз әрі употребляется для соединения однородных членов предложения и ставится перед каждым однородным членом. То есть ол өте ақылды әрі қамқор. Здесь заметьте, что перед первым может и не ставиться этот союз. Келесі бізде қарсылықты жалғаулықтар. Это противительные союзы. Противопоставляет одно слово другому. Это предметы, качество, количество, действия. Образуются они с помощью бірақ, алайда, дегенмен, әйтпесе де, әйткенмен, сонда да. Например, вот күз түсті, бірақ күн әлі жылы. Наступила осень, но дни еще теплые. Бәрі түсінікті болса, айтылым тапсырмасына көшейік. Бұнда егер компьютер болмаса, тақырыбында пікір алмасыңдар. Өз пікірлеріңізді салыстырыңыздар.
Келесі мәтінді оқиық. Компьютер сөзінің анықтамасы алғаш рет 1897 жылы Оксфорд сөздігінде пайда болды. Бұл сөздікте компьютер механикалық есептеуіш құрылғы ретінде көрсетілген. Компьютер сөзі ағылшын тіліндегі компьютер сөздерінен шыққан. Бұл сөз есептеу, есептегіш дегенді білдіреді. 19 ғасырда Чарльз Бэббидж адамсыз есептеулер автоматын жасап шықты. Ол қазіргі компьютердің атасы. Ал бірінші электрондық есептеуіш мәшине 1946 жылы жасалды. Оның салмағы бірнеше тонна болды. Ол бірнеше бөлмені алып тұратын. Мұндай мәшинелерді ел, үкімет орындары мен үлкен зерттеу ұйымдары ғана пайдаланатын. Алғашқы компьютерлер есептеу үшін, мәлімет қоры үшін қолданылды. Дербес компьютерлер 1990 жылы пайда болды. Сол кезде Apple Corporation фирмасында Macintosh маркалы компьютері жасалды. Қазір өмірімізді компьютерсіз елестете алмаймыз. Ол көшеде де, кеңседе де, мектепте де, үйде де негізгі ақпараттық құрал ретінде пайдаланылады. Үйде кез келген жұмыс ақпарат құралдарының көмегімен орындалатын болды. Мысалы, сабаққа дайындалу, қажетті ақпарат іздеу, фильм қарау, кинотеатрға, пойызға, ұшаққа билет алу, коммуналдық қызмет ақысын төлеу және тағы басқа компьютердің көмегімен жүзеге асырылады. Компьютермен ақпаратты сақтауға, тасымалдауға болады. Осының бәрі компьютердің қажеттілігін арттыра түсуде. Мәтінді оқыдық. Енді мәтіндегі қою әріппен жазылған сөздердің аудармасын дәптеріңе жазыңыздар. Жақсы, өздеріңізді тексеріңіздер. Алтыншы тапсырмада төменде берілген сөйлемдерді толықтырып оқыңдар. Ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Келесі жазылым тапсырмасында мәтін мазмұны бойынша жоспар құрып, әр бөліктегі тірек сөздерді анықтаңыздар. Бұл тапсырманда дұрыс орындады деген ойдамын. Өздеріңізді тексеріңіздер. Ал енді осы құрған жоспарға сүйеніп, мәтінді қысқаша мазмұндаңыздар. Мәтіндегі ыңғайластық және қарсылықты жалғаулықтарды қолданыңыздар. Келесі 9-шы тапсырмада төмендегі сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. Әр сөйлемдегі алдыңғы ой мен келесі ойда арасында қандай байланыс бар екен түсіндіріңіздер. Жалғаулықтардың түрін ажыратыңыздар. Керемет. Өздеріңізді тексеріңіздер. Алдарыңызда жағдаяттық тапсырма. Сенен компьютердің тарихын, қажеттілігі туралы сұрайды. Осы жағдаятты порталастармен рөлдік ойын түрінде көрсетіңіздер. Және ең үздік сәтті диалогты сыныптың ішіндегі оқушылар өздері анықтайды. Алдарыңыздағы ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Он бірінші тапсырмада өздеріңіз қолданып жүрген компьютерді сипаттап жазыңыздар. Ықтимал жауаппен салыстырамыз.
Соңғы тапсырмада ақпарат көздерінен қазіргі заманда компьютерді пайдалану арқылы қандай жаңа қызметтерді атқаруға болатынын анықтап біліңіздер. Сол білгендеріңіз бойынша компьютердің қызметі тақырыбында постер жасау керек. Енді жасаған постеріңізді сыныптың алдында қорғайсыздар. Керемет. Мына жауаптағы постер мен өз постерларыңызды салыстырыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.